шырақшыларды бір апталық немесе бір айлық медреседе осындай жаңағы енді біз бұл жерде көп отыра алмаймыз ғой, бір келіп қалдым да мешіттің жұмысшылары, енді бұл жерде де апалар ұзаннан кешке дейін қызмет қыламын деп жатыр. Иншалла осы қызметтері Алланың алдында түгелімен қабыл болу үшін бұл кісілерге бір апталық немесе бір айлық жаңағыдай діни сабақ өтсе, иә, шырақшыларды кезектеп шақырып жаңағыдай осыны біздің дін назарат қолға алса, біздің дін назарат қазір бөлек мұндайдан бәрі мұны туризм министерствосына қарайды, мұндай қасиетті жерлер. Бірақ адам Алланың алдында ертеңгі күні ол туризмге жауап бермейді, адам жауап береді Алланың. Ал енді осы апаларымыз молданың орнына ол жерде отырып мынаны істе, мынаны істеме, мынауың дұрыс, мынауың дұрыс емес деп діни бір сабақ алса, иншалла, ақидадан, азмаз, шариаттан жаңағы, иншалла. Мына жерде атамыздың мына мешіті. Мешітке кірдің бе, бірінші пайғамбарымыз айтады, отырмай тұрып 2 ракат намаз оқы дейді. 2 ракат намаз оқы, ол Аллаға. Ал одан 2 ракат намаз оқы да қажет намаз. Сауабын жабайытаға бағышта. Ертең 1000 рет айланғаннан гөрі 2 ракат намаз оқып, сауабын бағыштаңыз. Сіз түсінгенім мұфтиятқа ұсыныс тастау. Иә, арнайы курс тастап қоймай, осы шырақшыларды курстардан өткізу. Иә, тәлім беру. Тастап қоймау, жаны ашумен қарау. Себебі мұсылманға жаны ашымаса, жардың үстінде тұрған адамды бері тартпасақ, оны осылай кете береміз. Жалпы шырақшыларды қолға алу керек дейсіз ғой? Қолға алу керек иншалла. Бұлай міндеттеп емес, талап қою керек просто. Ертең күні мына қолың мына енді мінерге келген адамдар бұл кісі осы жерде басшы ғой өзі. Зиярат қылса бұл кісінің енді как қойшы қойды, олар қой есе бұл кісі қойшы осы жерден. Енді бөріге жегізбе дейді ғой. Яғни құжатпен, бұл негізі сіздерде құжатпен ба жоқ? Өздеріңіз бұны ешкім Bu yerdə Baba ayağını yiyin bizde şeyler yok. Bərbi ötüş olan жақсы. Құжаты babam берді. Таңдастырып қойсам, ешкім ертең күні бұл орынға көшітіген байды. Мысалы, осындай жерлердің кейбір жерде өсек болады. Әркімді ақшаға үйтіп кетті, бүйтіп кеткен жанжал, өсек жүрген жерде орыс жанжал шығарып, ақша түскен жерде боласыз оны. Шайтан жүреді, ақша дүние тұрған жерде. Сондай әңгімелерден таза боламыз, иншалла. Яғни сіздің ойыңыз кәдімгі мешіттерді, имамдарды құжаттандырып қойды қазір. Иә, сол сияқты әр әулиені заңдастырып, шырақшыларын заңдастырып. Бұл жерге де жамағат келіп жатыр да, мешітке де жамағат барады. Енді неге молданы заңдастырады да, бұл жердегі адам заңдастырмау керек. Заңдастырып білім беріп қойсақ, кім біледі ол қандай екенін, оның ойы қандай екенін. Басшы болу керек. Өзін заңды басшы қылып қоюымыз керек, иншалла. Одан кейін жаңа жерден түскен ақшадан өздерінің айлығын өзі ажыратып ала береді, иншалла. Ол Алла Тағала заңдасқасын, ол жерде екі мемлекет те разы, бұл кісі де разы, келіп кететін адамдар да разы.